بسم الله الرحمن الرحيم Алланың көркем есімдері. Ең көркем есімдер Алланыкі. Ең көркем есімдер оған тән. Аспандағылар мен жердегілер оны барлық кемшіліктен пәктеп дәріптейді. Көркем есімдер дегеніміз, онымен Аллаға дұға етуге болатын, Құран мен хадисте анық аталған, мадақ пен мақтауды талап ететін есімдер. Адамзат баласын тек қана өзіне құлшылық қылулары үшін жаратқан Алла, пенделері өзін танулары үшін, қажеттерін сұрағанда айтулары үшін Құран кәрімде баяндап өткен. Алла есімдері Құранда көптеп кездеседі. Оларды бір бағдарламаның аясына сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан да біз бүгінгі бағдарламамызда Алланың көркем есімдерінің бірнешеуіне ғана тоқталамыз. Құрандағы Алланың есімдері. Алла тағала Құранда өзін былай танытады. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен. Ей Мұхаммед, айт, ол Алла жалғыз, Алла мұқтажсыз. Ал барлық жаратылыс оған мұқтаж. Ол тумаған және туылмаған, әрі оған ешкім тең емес. Алла одан басқа ешбір құдай жоқ. Ол тірі, бәріне тіршілік беріп басқарушы. Оны қалғу да ұйқыда баспайды. Аспандардағы және жердегі нәрселер оныкі. Оның хұзырында өзі рұқсат бермей тұрып, кім шапағат ете алады? Ол, олардың алдарындағыны да, арттарындағыны да біледі. Ал олар оның білімінен, ол өзі қалағаннан басқа еш нәрсені біле алмайды. Оның күрсісі аспандар мен жерді қамтиды. Әрі оған ол екеуін қорғау ауыр келмейді. Әрі ол аса жоғары, өте ұлы. Ол Алла, одан басқа ешбір құдай жоқ. Ол Әл-Мәлик, Әл-Құддус, Әс-Сәләм, Әл-Мумин, Әл-Мухаймин, Әл-Азиз, Әл-Джаббар, Әл-Мутакаббир, Әл-Халиқ, Әл-Бари, Әл-Мусауир. Құранда кейде бір аятта бір есім, кейде бір аятта екі есім, кейде бір аятта бірнеше есім бірден келеді. Енді біз осы есімдердің кейбіріне жеке-жеке тоқталып өтейік. Алланың жаратушы есімі. Холиқ сөзінің мағынасы жаратушы. Бұл есім Құранда 11 жерде келген. Алланың жаратуы өзіне тән түрде, яғни жоқтан бар етіп жаратушы. Жоқ нәрседен бар нәрсе жасау біздің қолымыздан келмейді. Бұл Алланың ғана құдіретінде. Ол тіршілікті жаратушы, өмір сыйлаушы, теңдессіз даналығымен барлығына пішін, көркем бейне беруші. Ол жаратқанға дейін де, жаратқаннан кейін де осы ұлы сипаттың егесі. Әрқашан мақтауға лайық. Бұл жөнінде Құранда. Ол Алла жаратушы. Алла барлық нәрсенің жаратушысы. Ақиқатында Раббың жаратушы. Әртүрлі кезеңдерде жаратушыны танымаған адамдар болған. Жаратылыс өздігінен пайда болды деген пікірді ұстанғандар да кездескен. Қаласақ, біз де жарата аламыз деп адасқандар да табылған. Алла олар жайлы Құранда. Әй адамдар, бір мысал келтірілді, енді оған құлақ салыңдар. Негізінде солар Алладан өзге тілек етіп табынғандарыңның барлығы бірлігіп жиналса да ешқашан бір шыбынды да жарата алмайды. Егер шыбын олардан бір нәрсені алып кететін болса, олар одан оны кері қайтарып ала алмайды. Талап етуші де, талап етілуші де әлсіз. Ол аспандарды тіреусіз жаратты. Оны егер болғанда көретін едіңдер. Және жерге мызғымай тұрғандарды тастады. Сендермен бірге шайқалмау үшін және онда әрбір жаны барды таратты. Әрі біз аспаннан су түсіріп, онда барлық көркем түрлерді өсірдік. Міне, бұл Алланың жаратқаны. Ал одан өзгелердің не жаратқанын маған көрсетіңдерші. Иә, солай, әділетсіздер анық адасуда. Алла барша жаратылысты ермек үшін бостан бос жаратпаған. Бұл жайында Құран-ы Кәрімде. Біз аспан мен жерді әр екеуінің арасындағыларын ермек етіп жаратқан жоқпыз. Егер ермек етуді қалағанымызда, бұны істейтін болсақ, оны өзімізден алар едік. Сонда сендер, біз өздеріңді бостан бос жаратты,
әрі бізге қайтарылмаймыз деп ойладыңдар ма дейді. Сонда мынау 7 қат аспан мен 7 қат жер, оның арасындағы барша әлемнің жаратылуындағы мақсат не? Бұл сауалға Құран кәрімде Алла былай жауап қатады. Алла 7 аспанды әрі жерден де сондай жаратқан. Оның бұйрығы олардың арасында түседі. Алланың әрбір нәрсені жарата алушы екенін, әрі Алланың барлық нәрсені біліммен қамтығанын білулерің үшін. Алла сана беріп, көркем келбет беріп ардақтаған адамзат баласы не үшін жаратылған? Бұл сауалдың жауабы Құран кәрімде былай берілген. Жын мен адамзатты өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым. Алланың жаратушы есімін білген адам еш уақытта әлем өзі жаратылды деп айтпайды. Жоқтан бар етіп жаратып бергенін қайта алғанда өзгенікін көрмей қалды ма деп Аллаға қарсы тіл қатпайды. Алланың бәрін көруші есімі. Басир сөзінің тілдік мағынасы көруші, бәрін көруші, көреген деген мағыналарды береді. Алланың көруі анық және жасырын әлемдердің барлығын қамтиды. Көрінетін және көрінбейтін үлкенді кішілі бүкіл нәрселер назарынан тыс қалмайды. Аспандар мен жердің әрбір қыртыс қатпарында болып жатқан құбылыстар мен қозғалыстардың барлығын көріп тұрады. Өзі жаратқан жаратылыстардың кез келген сыртқы, көзге көрінетін іс-әрекетін көруші, әрі жасырын және жария болған нәрселердің бәрін білуші. Күнәні жасырын істедім, ешкім білмейді деп өзін алдағысы келген пенде білсін. Алладан еш нәрсе жасырын көрінбей қалмайды. Жақсылық істедім ғой, хайыры болам екен деп өзін уайымға салған пенде білсін. Алла құлдарының жамандықтарын көргені секілді, жақсылықтарын да көзден таса қалдырмайды. Бұл жайында Алла Құранда: Амал істеңдер, Алла амалдарыңды көреді. Себебі ол барлық көрнеуді де, көместі де көруші. Алла қараңғы түндегі қара тастың үстіндегі қара құмырсқаның іздерін көреді. 7 қат жердегіні және 7 қат аспандағыны көреді. Алланың бәрін көруші есімі Құран кәрімде шамамен 42 жерде келеді. Бірнеше аятты келтірсек: Алла не істеп жатқандарыңды көруші, әрі Алла құлдарын көруші. Ақиқатында ол Алла әрбір нәрсені көруші. Алланың бұл есімін танып білген, мағынасын санасына түйген адам күнә қателіктерден аулақ болып, сауапты, ізгі істерге барынша ұмтылады. Алланың бәрін білуші есімі. Алланың бұл есімі Құран кәрімде шамамен 150 жерде келген. Ғалим сөзі араб тілінде бәрін білуші деген мағынаны береді. Ол барлық нәрселердің сырты мен ішін, өткені мен қазіргі жағдайын және болашағын толық біледі. Еш нәрсе оның білімінен тыс қалмайды. Болмаған нәрсені болған жағдайда қалай болатынын нақты білуші. Бірнеше аятты келтірсек: Ақиқатында Алла бәрін естуші, барлық нәрсені білуші. Ол бәрін білуші, барлық нәрсені жасай алушы. Алла білуші ретінде жеткілікті. Сондай-ақ күн өзінің белгіленген уақытына жүзеді. Бұл бәрінен үстем, бәрін білушінің белгілеуі. Біздің білмейтініміз көп. Сол себепті Алла Құранда білімді арттыруды, өзінен сұрауды үйреткен. Раббым, менің білімімді арттыр де. Көрнеу де көмес де Аллаға аян. Ол ғайыптарды білуші. Адамның істегенін ғана емес, ойындағыны да білуші. Ол жайында Алла Құран кәрімде: Ғайыптың кілттері ода, оны тек ол ғана біледі. Басқа ешкім білмейді. Ол құрлықтағыны да, теңіздегіні де біледі. Оның білуінсіз бірде-бір жапырақ түспейді. Жердің қараңғылықтарындағы бір дән болсын, сулы немесе құрғақ нәрсе болсын, барлығы да анық кітапта жазулы. Ол көздердің қиянатын және кеуделердің нені жасыратынын біледі. Ол Алла аспандар мен жердегі нәрселерді біледі. Әрі ол сендердің жасырғандарың мен жарияланғандарыңды да біледі. Алла кеуделеріндегіні жақсы білуші. Егерде жердегі барлық ағаштар қаламға айналып, ал теңіз сия болып, және оған артынан 7 теңіз қосылса да, Алланың сөздері таусылмайды. Ақиқатында Алла бәрінен үстем,
аса дана. Алланың бәрін білуші сипатын танып білген мұсылман білмегенін Алладан сұрайды. Алла ғана білетін ғайып нәрселерді білемін деп айтпайды. Алла білмейді деп күнә қателікке аттап баспайды. Алланың бәрін естуші есімі. Алланың бұл есімі Құран кәрімде 50-ге жуық жерде келген. Сами сөзі қазақ тілінде бәрін естуші деген мағынаны береді. Ақиқатында сен барлық нәрсені естуші, бәрін білушісің. Алла сенімен өзінің күйеуі жайында тартысып, әрі оның үстінен Аллаға шағым жасап жатқан әйелдің сөзін естіді. Алла екеуіңнің өзара әңгімелеріңді естиді. Сөзсіз Алла бәрін естуші. Алла тілдердің әр түрлігіне қарамастан, жағдаяттардың әр қилығына қарамастан, барша дауыстарды естиді. Мейлі жария айтылған сөз болсын, мейлі жасырын айтылған сөз болсын, бәрін естиді. Сендерден кім сөзді жасырса да, не оны жария сөйлеседі, және кім түнде жасырынып, күндіз ашық шықса да, оған бәрі бірдей. Алланың бәрін естуші деген есімін танып білген пенде, еш уақытта шариғат тыйым салған ғайбат, өсек, жала, өтірік секілді күнәларға бармай, әрдайым сөйлеген сөзімен айтқандарына сақтықпен қарайды. Алланың ризық беруші есімі. Алланың бұл есімі Құранда бірнеше жерде келеді. Араб тіліндегі әр ризық сөзінің негізгі мағынасы пайдалануға жарайтын нәрсе. Бұл сөз қазақ тіліндегі ризық несібе деген мағынаға жақын келеді. Бұл тілдік мағынасы. Ал енді бұл есімнің Аллаға қатысты мағынасына тоқталатын болсақ, ризықтандырушы, ризық беруші деген мағынаға жақын келеді. Басқаша айтқанда, ол ризықты жаратушы, сосын өзі жаратқан жаратылыстың бәріне толықтай тиісті ризығын үлестіріп, азық ауқатын реттеуші. Алланың ризығы мұсылман мен кәпір, үлкен мен кіші, ауру мен сау талғамайды, бәлкім бәріне тегіс беріледі. Алла әрбір тіршілік егесін азықтандырады, қорек береді. Ол оларға тамақ табу тәсілдерін жеңілдеткен, ағзаларға оны қорытып, сіңіру жолдарын оңайлатқан. Ол тіршіліктің ризығын әлемдерді жаратудан бұрын белгілеп қоюшы. Барлығының ризығын өз даналығымен әділ түрде бөліп таратып беруші. Енді Алланың осы есіміне байланысты аяттарды келтіретін болсақ. Ақиқатында Алла ризық беруші, күш-қуат иесі, өте мықты. Ақиқатында Алла ризық берушілердің ең қайырлысы. Алла ризықты тек адамдарға ғана емес, барша жаратылыстарға да береді. Яғни, адамдарға ризық ретінде жаратылған жан-жануарлардың өзі тіршілік ету үшін ризық беруші Аллаға мұқтаж. Бұл туралы Алла Құранда. Жер бетінде қандай жануар болса да, оның ризығын Алла ғана үлестіреді. Өз қорегін көтеріп жүрмейтін қаншаман жан-жануар бар. Оларға және сендерге ризықты Алла береді. Ризықты жаратып, өз құлдарына беретін Алла құлдарына ризықты кімнен және қалай сұрау керектігін де үйреткен. Бізге ризық бер, сен ең қайырлы ризық берушісің. Ризық беруші Алладан басқа ризық несібе беретін ешкім жоқ. Алла қалаған құлына, қалаған көлемде ризық береді. Оның бергенін тосушы, тосқанын беруші жоқ. Алла қаласа кез келген пендені ризықсыз қалдырады. Қаласа кез келген пендесіне артырып ризық береді. Бұл жайында Алла Құран кәрімде. Алла қалағанына өлшеусіз ризық береді. Ақиқатында Раббың ризықты кімге қаласа кеңітеді, не шектеп қояды. Міне, осы себепті ризық беруші Аллаға құлшылық етіп, одан халал әрі мол ризық несібе сұрайды. Күнә істеп ризығымызды тарылтқанша, ізгі амалдар істеп, Раббымыздың есепсіз ризығына қол жеткізейік. Өмірдің әртүрлі қиыншылықтарына тап болғанда, ризық табу үшін күнәға ұрынғанша, тақуалығымызды арттырып, барша жаратылысты жоқтан бар етіп, оларды ризықпен қамтамасыз ететін жалғыз Алланың разылығына бөленейік. Алланың Құранда келген есімдерін бір бағдарламада қамтудың мүмкін еместігін айтқан болатынбыз. Бұл тақырып келесі бағдарламаларымызда да жалғасын табар деген үміттеміз. Алла
баршамызға өзінің көркем есімдері мен кемел сипаттарына иман етіп, өзін жақсы тануды, әрдайым есте ұстауды және осы көркем есімдермен дұға жасауды нәсіп етсін. Баршамыздың құлшылықтарымызды, дұға тілектерімізді қабыл етсін.